Әкеміз Бурашев Карим Қасымұлы тірі болғанда, бұл күнде 65 жасқа толып, немере жиендерінің ортасында шаттыққа бөленіп отырар еді. Өкінішке қарай, бұл бақыт оған бұйырмады. Ол 1961 жылы 20 қаңтарда Астрахань облысында дүниеге келді. Отбасында 3 жыл 5 қыз өсіп өніп, ата-ананың тәлімін көріп тәрбиелі болып ержетті. Мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан соң 1980-82 жылдары Баку қаласында отан алдындағы азаматтық борышын абыроймен өтеді. Елге оралғаннан кейін милиция саласында қызмет етіп адал еңбек етті. 1982 жылы Аманбаев арыста намызбен шаңырақ көтеріп, берекелі отбасын құрды. Бұл шаңырақта бір ұл, 3 қыз дүниеге келіп, әке мейіріміне бөленді. Әкеміз ұлы Руслан мен келіні Жанаргүлдің отау құрып, 3 немерелі болғанын, қызы Жазираның Бақтиярмен бас қосқанын көріп, перзент пен немеренің қуанышын сезініп үлгерді. Өмірден өткеннен кейін қыздары Жанар мен Зульфия да тұрмыс құрды. Бүгінде әкеміздің артында ұлынан 3 немересі, қыздарынан 5 жиені қалып, барлығы да адал еңбектің арқасында өз орындарын тауып ел қатарлы өмір сүріп келеді. Карим Қасымұлы аз ғана ғұмырында артында өшпес із қалдырған, елге сыйлы отбасына тірек болған асыл азамат еді. Ол бар күш-жігерін бала шағасының қамына арнап, отбасы үшін аянбай еңбек етті. Алайда өмірдің ауыртпалығымен тұрмыс тауқымет әкеміздің денсаулығына әсер етіп, соңы ауыр дертке ұласты. Небәрі 55 жасында бұл жалған дүниемен қош айтысты. Әкеміз ақ көңілділігімен, кең пейілдігімен, ағайын туысқа деген бауырмалдығымен ел жадында қалды. Көзі тірісінде 2 рулы елмен құдандалы болып, татулық пен сыйластықтың үлгісін көрсетті. Қажет кезде барын аямайтын жомарт жан еді. Артында қалған бауыры Халел бізге әрдайым қорған болып, әкелік қамқорлық танытып келеді. Жан әкеміз қысқа ғұмырыңызда жасаған барша игі істеріңіз, бақилықты алдыңыздан шығып, пейіштің төрінен орын алып, бізді желеп-жебеп жата беріңіз. Біз сіздің отбасыңыз, зайыбыңыз, ұрпақтарыңыз, әке есімін әрдайым ардақтап, бар ғұмырымызда тағзым етеміз. Әке, асқар-тау әркімнің асыл бағы, ол қорған бәйтеректің қасындағы. Сол бәйтерек әкеміз 10 жыл өтті, нұрлы жүзін қара жер жасырғалы. Өтіп жатыр бұл өмір құбылмалы, бәрі өзің көргендей бұрындағы. Өтсе де қанша күн, қанша ай, жыл, сағыныш сізге деген тыйылмады. Анда-санда сығамыз көздің жасын, альбомдағы көргенді кезіңізді, топты жарған айырып жиындағы. Уақыт алға зымырап, аттап жатыр. Олың, келін, немерең, өзің жүрген, өнегелі жолыңды жаттап жатыр. Қыздарың тұрмыс құрып, ұрпақты боп, үмітіңді толықтай ақтап жатыр. Әкеміздің рухы биік еді, әділдікті ту қылып сүйіп еді. Өзі сүрген азғантай ғұмырында тек ізгілік бойына түйіп еді. Жаратқан қашандағы бізді демеп, дұға етеміз Алладан сұрап көмек. Ал сіз болсаң пейіштің қақ төрінен, ол қызың немереңмен жұбайыңды жатқайсың рухыңмен желеп-жебеп. Әке, сізді бәріміз шын сүйеміз,
себебі тек өзіңіз бар киеміз, өзіңе ғұмыр бойы иман тілеп, рухыңа бәріміз бас иеміз.